Бірінші сыныпқа қабылдау. eGov Mobile қолданбасына кіріңіз. Кіру тіркелу батырмасын басыңыз. Бірінші сыныпқа қабылдау қызметін таңдаңыз. Экранды төмен қарай жылжытып, баланы қосу батырмасын басыңыз. Әр бала бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім сұрауын жіберіңіз. Мобильді азаматтар базасында тіркелген нөміріңізге 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Оған 511 мәтінімен жауап жіберіңіз. Егер SMS келмесе, спам болмасын тексеріп, 1414 нөмірінің бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Келесі батырмасын басыңыз. Содан кейін қосу батырмасын басыңыз. Егер балаңыздың ерекше білім беру қажеттіліктері болса, тиісті белгіні қойыңыз. Келесі қадамға өтіңіз. Өтінім түрін таңдаңыз. Шағын аудан бойынша өтінім беру кезінде платформа сіздің тіркелген мекенжайыңыз бойынша қолжетімді мектептерді көрсетеді. Шағын ауданнан тыс өтінім беруді таңдаған болсаңыз, сізге қала, аудан және қалаған мектебіңізді таңдау қажет. Шағын аудан бойынша берілген өтінімдер басымдыққа ие екенін ескертеміз. Егер сіз таңдаған мектепте тасымалдау қызметі болса, өтінім беру кезінде осы қызметті таңдай аласыз. Ол үшін тиісті белгішені қойыңыз. Платформа сіздің нақты мекенжайыңызды көрсетеді. Қажет болған жағдайда өзгертуге болады. Ол үшін басқа мекенжайды таңдау қосқышын басып, аудан және аймақты таңдап, мекенжайыңызды көрсетіңіз. Оқу тілін таңдап, келесі қадамға өтіңіз. Баланың 3-4 суретін жүктеңіз. Егер 052 және 065 үлгісіндегі құжаттар мемлекеттік деректер базасынан табылмаса, оларды өзіңіз жүктеңіз. Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған мәліметтермен танысыңыз. Ол үшін мәліметтерді көру батырмасын басыңыз. Деректерді өңдеуге және ақпараттың дұрыстығына келісіміңізді беріңіз. Келесі қадамға өтіңіз. Өтінімге қол қоймас бұрын, алдымен толтырылған деректерді қайта тексеріп шығыңыз. Өтінішке қол қою батырмасын басыңыз. Қолданба арқылы қол қойыңыз. Өтінім сәтті жіберілді.